шешегей Маңғыстаудың ей жерлерінде. Берді Амантурлиев, қазақтың қара домбырасын серік еткен өнерлі әріптесіміз. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында 2006 жылдан бері еңбек етеді. Ақтау бас мұнайдау станциясының тауар операторы. 20 жылға жуық уақыт өндірісте жүрсе де, өнерді тастамай қатар алып жүр. Енді кішігірім тарихымызды айтатын болсақ, негізінде өнерге келуге себепші болған бірден бір адам бұл анам. Кішкентай күнімізден кішігірім өлеңдерді үйретіп, сосын жаңағы даже алыс сапар жүрсек те, ауыл арасында жүрсек те, әйтеуір жаңағы көлігіміздің ортасына тұрып алып өлең айта беретін едім дейді қазірді. Мысалы еске алып отырсақ сол күндерді. Сол себептен сол кезден бастап анамыз бірден бір себепші болып келген өнерге келуіме. Енді қазір өндірісте жүрсек те, әйтеуір жалпы қазақта айтады ғой, жігітке жет өнерде аз деп. Бұл енді домбыра тартып, өлең айту, жаңа күй тарту, бұл енді өзімізге дарыған бір не деп ойлаймын. Сондықтан да бұны енді бөлек қойып тек өндіріспен айналысу, бұл да дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Сондықтан тек ағайынның жаңағы тойларында болсын, жиындарында болсын, кішігірім білетін өнерімізді айтып, және де жаңағы осы өзіміздің жұмысымызда да әйтеуір кішігірім көмектерімізді көрсетіп жүреміз арасында. Берді Амантурлиев өз ісінің кәсіби маманы. Тауар оператор ретінде үздіксіз қайнаған технологиялық процестің бел ортасында жүреді. Резервуарлардан сынама алу, мұнайдың сандық және сапалық тұрғыдан сақталуын қамтамасыз ету әрине жауапты жұмыстар. Жетістіктері де аз емес. 2018 жылы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы компаниялар тобы арасында өткен үздік маман байқауында бас жүлдені қанжығасына байлады. Басқармадағы тауар операторлары арасынан топ жарып, үздік маман деп танылса, Қазтрансойл деңгейінде өткен кәсіби байқауда 2 рет 3-ші орын алып, жүлдегер атанды. Сөздегенімде бұйым ба, сөйлегенімде қиын ба, талайда талай сөйледім. Берді Амантурлиев 2018 жылы Астананың 20 жылдық мерейтойына орай елорда төріндегі мұнай құбыршылардың этноауыл жобасына әріптестермен бірге қатысып келді. Асылбек Отарбаев және Еролан Сарбалин үшеуі Бозжыра ансамблін құрып, күй тартыстан шашу шашып, көрермен ықыласына бөленді. Мен білсем, алтын айдар ол мен қыз 10-15-ін табадың. Ал бұл 2023 жылы Наурыз мейрамына орай Шымкентте өткен этноауыл. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы бет ашар дәстүрін көрсетті. Келіннің бетін ашу кезінде жыр айтушы Берді Амантурлиев тәрбиелік мәні зор өнегелі насихат сөздерді әдемі жеткізді. Маңғыстау мақамындағы жыр термелерді нақышына келтіре орындайтын әріптесіміз баба мұрасын көздің қарашығындай сақтау маңызды дейді. Маңғыстаудың 507 қайқысы бар. Олар кезіндегі шығарылған термелер, жырлар болсын, ол негізінде халыққа насихат ретінде. Ол құндылықтар біз әрине сақтауымыз керек оларды. Ол ұмытылып қалса, ол өзіміздің бұрынғы тегімізді ұмытып қалғанымыз болып саналамыз. Сондықтан да бұның жастарға өте тәлім тәрбиесі ерекше деп ойлаймын негізінде. Қазақтың қара домбырасын қастерлеп, үнін жеткізіп, асыл мұраны насихаттауда өз үлесін қосып жүрген талантты әріптесіміз міне осындай. Үздік маманның өз жұмысына тиянақтылығы мен жауапкершілігі, жан-жақтылығы мен белсенділігі өзгелерге үлгі боларлықтай.